Құрметті кітапхана пайдаланушылары, сіздердің назарларыңызға ақын, жазушы Ілияс Жансүгіровтің туғанына 130 жыл толуына орай қазақ поэзиясының құлагері атты кітап көрмесін ұсынамыз. Кітап көрмесіне жазушының шығармалары, өлеңдері мен дастандары, поэмалары қойылды. Қазақ поэзиясының құлагері атанған Дүлдүл ақынның күй, күйші және құлагер поэмалары қазақ поэзиясын өзгеше үлгілермен байытты. Ақынның ең үздік шығармасы «Құлагер» поэмасы. Бұл кітапқа қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі, көркем сөздің хас шебері Ілияс Жансүгіровтің романтикалық сарында шалқыған шабытпен, поэзиялық құдіретті қуатпен жазылған ең таңдаулы поэмалар еніп отыр. Жинаққа енген жыр дастандарында еркіндік пен құлдық, махаббат пен зұлымдық, өлім мен өмір, тәни тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы күрес тақырыбы суреттеледі. Ақынның сюжетті жырлары өмір шындығының қат-қабат шытырман күйлерін тереңдей барлайтын ойшылдыққа құралған. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Келесі кітап Ілияс Жансүгіровтің көп томдық шығармалар жинағының бірінші томына Дүлдүл ақынның таңдаулы өлеңдері мен құлагер, күй, күйші атты дастандары еніп отыр. Жансүгіров Ілияс «Жолдастар» романы. Көрнекті ақын Ілияс Жансүгіровтің «Жолдастар» романында 20 ғасырдың басындағы халқымыздың басынан кешірген түрлі өзгерістер, ескі қоғамның ыдырауы мен жаңа қоғамның орнауы кезінде орын алған оқиғалар, қазақ қоғамында алғашқы жұмысшы табының қалыптасуы кеңінен суреттеледі. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Сондай-ақ кітап көрмесінде мерзімді басылым беттерінде ақын туралы жарияланған өмірбаяны туралы, ол кісінің еңбек жолы туралы ақпаратты ала аласыздар.